Сіздің өміріңізден алынып тастау керек 15 негатив бар. Сәлем, менің есімім Жәнібек, жалпы мен келесінің терапевт және психолог боламын. Осы қазіргі жасыма дейін менің өміріме прям қатты негативті әсер еткен 15 түрін шығарып қойдым. Осы уақытқа дейін енді 120 миллион қарыз болды, прям апатия, депрессия және жасайын деп жатқан әрекеттерім дұрыс емес, отбасыммен барлығы постоянно конфликт, өзімді танытқым келсе де таныта алмаймын, мақсатқа жетейін десем жете алмаймын. Оказывается, осы уақытқа дейін не болып жатыр, қалай болып жатыр десем, менің ішімде психологтармен жұмыс жасап, тұлғалық дамумен жұмыс жасап, өзімнің осы 15 түрлі мәселелеріммен жұмыс жасап, табысқа, денсаулыққа және қарым-қатынастарымды реттеп жатырмын, әлі реттеудемін. Енді мен сіздерге де осы лайфхакты бөліскім келіп тұр. Ең бірінші біздің бірінші негатив ол перфекционизм. Перфекционизм деген нәрсе бұл барлық нәрсені идеально жасауға тырысу. Красавчик, идеальный, прям мінсіз қылып жасау. То есть мінсіз қылып жасау жақсы да, бірақ оның мерасымен. Яғни сенің мақсатқа жетейін десең, күнделікті сенің әрекетіңе, мақсатыңа жетуге кедергі жасайтын бұл перфекционизм. Яғни сен перфекционист бола берген сайын сенің ішіңде разочарование деген нәрсе болады. Яғни сен көп нәрсені ожидать етесің, мынандай прям барлығы идеал болу керек, мен мінсіз келін болуым керек, мінсіз эксперт болуым керек, мінсіз барлық нәрсені в точь жасауым керек. Яғни перфекционисттердің тағы да бір мәселесі бар, бұл қателіктен жаман қорқады, ошибкадан жаман қорқады. Сондықтан ең бірінші алыну керек нәрсе перфекционизм. Яғни сенің бірінші негативный мәселе бұл перфекционизм. Екінші бізде негатив бар, ол біздің ішіміздегі өзімізге деген сенбеу. Яғни біз ішімізде көптеген потенциалдар бар, таланттар бар, осы уақытқа дейін жинаған компетенцияларың бар, дипломдарың бар, шетел аралағаның бар, көп адамдарға көмектескенің бар, ел халыққа жасаған мықты керемет туындыларың да болуы мүмкін, тамада болуы мүмкін, неше түрлі сен осы уақытқа дейін жасаған құндылықтарың, таланттарың бар. Ал яғни өзіңе сенбеу, неуверенность, яғни өзіңе сенбеу деген нәрсе, яғни сен басқаларға салыстыра бересің, яғни сен салыстырған кезде сен өзіңді бағалауды тоқтатасың. Бағалауды тоқтатқан кезде сен не істейсің? Бұл жерде көп ограничение қоясың, яғни запрет. Яғни сенің қолыңнан реально мантаны прям из 10 мықты жасау қолыңнан келеді да, бірақ оны сен бизнеске де айналдыруы мүмкінсің. Бірақ сен өзіңе сенбегеннен кейін мантыны қойшы, керек емес. Сен мықты сөзге шешен, оратор, прям мықты маман болуы мүмкінсің. Маман болмасаң да мықты талантың болуы мүмкін. Сен өзіңе сенбеген кезде қойшы. Сенің даже мынандай да, сенің мықты стиліне киінуі мүмкінсің, мықты жаңағыда психолог болуы мүмкінсің. Осы уверенностьтың жоқтығынан сен өзіңе постоянно запрет қоя бересің. Екінші біздің жұмыс жасауымыз керек дүние, алынып тасталу керек нәрсе, бұл өзімізді бағалап, өзіміздің ішіміздегі сенімділікті көтеріп, яғни өзімізге сенімді нығайтуымыз керек. Сен өзіңе сенген кезде алынбайтын қамал болмайды. Одан кейін үшіншісі, басқа адамдарды өсектеу, оценка беру, осуждать ету. Яғни сен не істейсің? Сенің бойыңда таланттарың бар, жасалу керек дүниелер өте көп, бірақ бір ғана негатив бар. Сен басқаларды осуждать ете бересің, басқаларға оценка бересің, өсектейсің. Яғни сен не істейсің? Ең түбінде сенің өзіңнің
минустарыңа көңіл бөліп кетесің. Яғни қара, сен басқаларды осуждать етесің, басқаларға оценка бересің, басқаларды өсектейсің, бірақ бұның ең түбінде сен өзіңнің минустарыңа көп көңіл бөліп кетесің. Яғни адамда плюс бар және минус бар. Плюс деген қалай? Таланттарың бар, и сенде минустарың бар. Яғни сен боғау сөз айтуы мүмкін, сенің жаңағы определенный бір комплекстерің болуы мүмкін. Яғни біз комплекстерді плюске айналдыруымыз керек. Яғни сен көп өсектеген кезде сен дейсің, болды, сенің психикаңның барлығы тек қана минуста болады. Минус жағыңды көп көре бересің. Одан кейін бізде төртінші нәрсе, төртінші негатив, бұл тревожность, мазасыздық, уайым, қайғы. Яғни бұның барлығы тревожностьқа жатады. Яғни сен өзіңнің ішіңдегі бір мазасыздық күйді, сенің ішіңдегі бір уайымды, гипер уайымдау, не үшін менде болмай жатыр, қалай менде болмай жатыр, яғни сен не үшін, яғни өзіңді арасында ұрсып қоясың, бір мақсатқа жетейін десең қорқа бересің, қобалжи бересің, оның барлығы тревожность. Ал тревожностьтың біз орысша түрін айтатын болсақ, бұл неясное будущее. Егер сенің болашағың бұлыңғыр болған кезде, мақсатың айқын болмаған кезде, яғни сен өміріңде мәнсіз, мағынасыз өмір сүретін болсаң, сенің ішіңде тревожность болады, яғни мазасыздық күй болады. Ал сен тревожностьта қаншалықты көп жүрген сайын сенің психикалық денсаулығың қорытылады. Ал психикалық денсаулығың қорытылған кезде болды, сенде уже расстройство, к сожалению. Сондықтан біздің ең бірінші жасалу керек дүние біздің психикалық денсаулығымызды дұрыстау, реттеу. Бесінші негатив, ол біздің өткен шағымызбен өмір сүру. Яғни, бізде 3 шақ бар: өткен шақ, осы шақ и болашақ. Біз көп нәтижелерге негізі осы шақтан точка розымыз осы шақта да. Бірақ біз не істейміз? Ментальные жвачки дейді. Өткен шақты ойлай береміз, анау болмады, мынау болмады, обида, разочарование болды, мені зорлап кетті, мені қадап кетті. Яғни не? Осы сәтте Құдай саған иммунитет беріп жатыр, бүткіл мүмкіндіктерді беріп жатыр, давай жаса, бұл мүмкіндіктердің бәрі осы сәтте ғана болады. Ал біз не? Осы сәтті пайдалана алмаймыз да өткен шаққа секіреміз, немесе болашақты күтіп уайымдап жүреміз. Сондықтан біз өткен шақпен өмір сүруді тоқтатуымыз керек. Ал біз өткен шақпен өмір сүрген кезде біз прогресс, яғни болашаққа әрекет жасайын десек, жасай алмаймыз. Яғни біз постоянно тежелей береміз. Яғни стоп. Яғни сен осы сәтте өмір сүре алмайсың, тек қана өткен шақпен өмір сүресің. Сондықтан өткен шақпен өмір сүруді доғарыңыз бүгінгі видеоны көргеннен бастап. Алтыншы, бізде яғни біз негатив бар, біз ішіміздегі ренішті постоянно ұстап жүреміз, ашуды ұстап жүреміз, кекті ұстап жүреміз. Яғни сенде обида бар ма? Обиданы сен есейсің, проработка жасайсың, сол қорытылмай қалған сен ренжіскен адам сенің жүректен босатасың, махаббатыңды бересің, ол сені ренжіскен адамға алғысыңды айтасың, оған бетіне айтпасаң да іштегі алғысыңды білдіресің. Ал біз қаншалықты адамдарға деген ашуымыз көп болған сайын, біз не істейміз? Ішіміздегі, яғни бұны біз осы сәтте мен психосоматиканы айтып кетсем болады да. Егер сен көп обиженный болсаң, көп ашулана берсең, сенің ең бірінші бауырың кетеді, одан кейін өтің кетеді, одан кейін ішкі құрылысың кетеді, сосын уже жүрегіңде ақаулар болып бастайды и одышка болып бастайды. Сондықтан осы кезде біз обиданы максимально жіберуіміз керек. Егер сен мақсатқа жеткің келсе, алынбайтын қамалдарды алып, мақсатыңа жетіп, өзіңнің ішіңдегі красавчик, мен жасадым деген бір осындай бір іште сенімділікті көтеру үшін біз ішіміздегі ренішімізді босатуымыз керек. Енді жетіншісі, бізде гиперконтроль дейді да. Яғни мен негізі хронический скептикпін да, әр нәрсеге былай сене бермеймін, ақ-қараны қаратып фактормен өмір сүремін. Яғни бұл да бір сәл гиперконтрольға жақынырақ. Ал гиперконтроль дегеніміз не? Біз барлық нәрсені, яғни гиперконтроль бұл более бір сенім дегенге келеді да. Яғни сен командаңда біреу дұрыс
жаңағы мамандарың дұрыс жұмыс жасамай жатыр ма, онда сен істейсің, оның орнына сен жасап кетесің. Яғни сен енесің ба, сен келініңе сенудің орнына балаңа сенің орнында, яғни сен оны қалай мақта болуына сенбейсің да, постоянно гиперконтроль жасап өзің жасап кетесің кез келген нәрсені. Яғни өміріңде контрольді азайтып сенуді үйрену керек. Бірінші өзіңе сенуді және басқаларға сенуді. Яғни менде де контроль өте көп, бірақ мен осымен әлі жұмыс жасап келемін. Контрольдің бір жақсы жері, барлық нәрсенің көз алдында по полочка тұрады, бірақ сен гиперконтроль болатын болсаң болды. Сенің постоянно жауырының ауырады, мойның ауырады, белің ауырады. И сен не істейсің? Осы сәтте хронический стресста и постоянно провалда жүресің. Сондықтан гиперконтрольді біз тоқтатамыз. Қазір мен дәл осы отырған кезде мен видео түсіріп жатырмын. Мен қазір кішкене бір мұртымның айналасы терлеп жатыр. Кішкене бір ыңғайсызданып отырмын да. Бұның өзі де бір гиперконтроль. Яғни мен айта алып жатырмын ба сіздерге, дұрыс түсіндіре алып жатырмын ба? Яғни бұл да бір жағынан дұрыс та контроль, бірақ менде гиперконтроль болып жатыр да. Гиперконтроль болған кезде уже мен терлеп бастап жатырмын. Мына видео ата ма екен, атпай ма екен, адамдар көре ала ма, көре алмай ма дегендей. Сондықтан гиперконтрольді максимально жіберіп, яғни потокқа сенуді үйрену керек. Бізде 8-ші мәселе, яғни біз басқалардың барлығын біз не істейміз? Кінәлай береміз. Сен судан таза, сүттен ақ, сен красавчик, басқалардың бәрі, извиняюсь за выражение, мал. Мысалы да, сен десесің, анау жаман, мынау жаман, президенттер жаман, штрафстан, бірдеңе маған бермеді, көрші, қолаң. Яғни сен көп басқаларды кінәлай беретін болсаң, сенің ішінде уже бір жағынан зависть дейді ғой, қызғаныш пайда болады. Екінші жағынан біз өзімізге жауапкершілік деген дүниені ала алмаймыз да. Сені басқаларды сенің ойлағаныңдай болмады ма, бірақ ол ешкім міндетті емес саған. Ал біздің басымызда сондай бір программа бар, біз басқаларды яғни кінәласақ, ол міндетті жасауға. Мына өмірде ешкім саған міндетті емес. Серьезно, ешкім міндетті емес. Егер сен міндетті десең, сен басқаны кінәлайсың, өзіңді кінәлайсың. Осы сәтте мен сіздерге бір лайфхак айтамын. Егер сен басқаларды кінәлап бастадың ба, бірден өзің айтшы, ешкім маған міндетті емес. Болды, өмірде сен жалғызсың. Сол кезде ғана сенің ішіңдегі жаңағы басқаларды кінәлау доғарылады. Одан кейін бізде 9-ші мәселе бар. Біз провалдарды көп күтіп жүреміз да. Қашан мынау қашан қарызға кіріп кетер екем, қашан мен бір рак болып өліп қаларым, қашан бір жаңағы бір проблема болып қалар екен деп біз ожиданияда жүретін болсақ, көп күте беретін болсақ, біз не істейміз? Біздің ішіміздегі, яғни үмітсіз шайтан дейді. Біз шайтан емеспіз, біз адамбыз, постоянно үміттеніп жүреміз. Егер сен көп жаңағыдай проблемаларды ожидать етіп жүре берсең, біз не істейміз? Біз ішіміздегі үмітті сындырып өшіріп тастаймыз. Сондықтан біз максималды тұрғыда баланс жасауымыз керек. Сен проблеманы да ожидать етесің, және үмітті де ожидать етесің. Баланс жасау керек. Яғни біз проблеманы көп ойлай беруге де болмайды. 10-шы бізде сен өзіңді, менде осы көп болатында, мен өзімді және басқалармен көп салыстырамын. Неге болмай жатыр, неге ол да бар, менде неге жоқ, неге ол да әрекет жасап жатыр, менде неге жасамай жатыр. Яғни сен өзіңді көп басқалармен салыстыра берсең, немесе өзіңді салыстыра берсең, сен не істейсің? Бұл кезде уже сенің ішіңде қызғаныш деген эмоция, сезім қалыптасады. Ал қызғаныш, оны білесіз, сараң болады, жалқау болады. Яғни бұл қызғаныш деген сезім, бұл өте нашар сезім да. Бірақ ол да енді біздің өмір сүруімізге көмектеседі. Бірақ қызғаныш деген нәрсе адамды сараңдыққа апарады. Сараң болған адам ол кедей болады.
Сондықтан өзімізді және басқалармен салыстырудың қажеті жоқ. Сен уникальныйсың, әлемде 8 миллиард адам бар ма? 8 миллиард адамның ішінде ішкі әлемі бар, сенің ішіңдегі привычкаң бар, сенің ішіңдегі ойың бар, санаң бар, бұрынғы тәжірибелерің бар, сенің ішіңе үңілші, все, болды. Ішіңе үңіл, менің темпераментім осындай екен, менің характерім осындай екен, менің поведением осындай екен, ал мен, оказывается, осындай кезде осындай әрекеттер жасап жүреді екенмін. Мен, оказывается, яғни сен басқа нәрселерді қойда, сен ішкі әлеміңе үңілген кезде сенің ішінде қызғаныш, басқалармен салыстыру вообще болмайды. 11-ші, прокрастинация, постоянно кейінге қалдыра беру. Мақсатқа жетуге кедергі нәрсе бұл прокрастинация, яғни кейінге қалдыра беру, потом жасайым. Ал потом жасайым деген нәрсе бұл сенің продуктивность дейді ғой, яғни сенің эффективностің, продуктивностіңді өшіріп тастайды. Все, болды, точка. Яғни сен постоянно стресста жүресің, и сен кейінге қалдыра берген сайын сенің эффективностің төмен, депрессияда, выгорание жүресің. Сондықтан кейінге қалдырмай күнде планмен жүру, аздан үзіксіз. Біздің қазақта амбициямен үйреніп қалғанбыз ғой, бірден 10 миллион куш табу керек, бірден жаңағы машина алу керек, бірден үй алу керек. Жоқ, прокрастинация деген нәрсе аздан үзіксіз жасалынатын дүние. Бізде сосын андай неудача дейді ғой, яғни біз андай күнде қорқа береміз. Ал мына нәрсе болмай қалсашы, ал мен ойлаған нәрсе болмай қалсашы, біз постоянно страхта қорқып жүреміз. Осы сәтте біз не істейміз? Сенде жаңағыдай неудача болды ма, сен ойлағандай нәрсе болмады ма, ничего страшного, жизнь продолжается, әрекетіңді жасайсың, өліп қалмайсың. Ал біз не постоянно неудачада қорқып жүре беретін болсақ, все, сен жаңашыл, яғни консерватизм дейді, сен жаңашыл нәрселерді сен қабылдай алмайсың. Ал біздің өміріміз жаңа нәрселерді қабылдай алу, білім алуымыз шарт. Сосын 13-ші нәрсе, біз постоянно көп анализ жасап жүреміз. Анализ бітпейтін, ой, анау болды, мынау болмай жатыр, анау болды, анау маған жаңағы кредитін бермей қойды, мынау былай болды. Яғни сен поток мысли, өзіңді мимен ментальный жвачка жей бересің, ойың бітпейді. Ал бұл мынандай излишний анализ, бұл сенің ішіңдегі тревожностьті, ішіңдегі мазасыздықты көтереді. Сондықтан мен сізге айтарым, көп анализ жасауды тоқтатамыз. Анализдің жасалуы дұрыс жолы: әрекет жасайсың, анализ. Біз әрекет жасамай жатып өзімізді жей береміз да, проблема осы жерде. Сосын бізде 14-ші жалоба деген бар ғой. Андай жертва болып, жалоба болып. Ой, анау болмады, мынау маған алып бермеді, Тоқаев андай болды, Назарбаев андай болды, менің көршім мынаны алып бермеді, бағанағы жалып шек болды, жертва позициясына жүру. Яғни бұл сенің жалобада көп жүруінің себебі сенің ішіңде негативный состояниені, сенің ішіңдегі жаңағындай проблеманы одан ары күшейте береді. Сондықтан біз жалобаны алып тастауымыз керек. Ең соңғысы бізде 15-ші, ішіміздегі негативный өзімізге ұрысу. Өзімізді көп ұрса береміз да іштен. Сен ішінде как будто бір личность бар. Мақсатқа жет, давай жаса, сенің қолыңнан келеді, газуй, твори чудеса. Ішінде бір ой келеді, бір ой айтады, қой, сенің қолыңнан келмейді. Яғни сенің ішінде бір екі личность бір-бірімен ұрысып жүреді. Яғни сен іште өзіңді жей бересің, негативно. Ал сен ішіңде өзіңді жей берудің бір себебі, ол сенің самооценкаңды өлтіреді. Сен өзіңді бағалай алмайсың, уверенсіңді сындырады. Сондықтан біз өзіміздің ішімізге максималды тұрғыда үңілуіміз керек. Біз өзімізге қызық болуымыз керек. Біз өзімізге қызық болмағаннан кейін, ішкі әлеміміз қызық болмағаннан кейін басқалармен салыстырамыз, өткенмен өмір сүреміз, болашағың бұлыңғыр, тревожный, депрессия, апатия, уже быт-шыт болып жүресің, аурудан ауру. Ал біздің ең басты шартымыз не? Ең басты шартымыз көп өзімізге үңілуіміз керек болды.
егер сізге осы айтқан менің өміріме көмектескен, яғни сіздің ішіңіздегі бір мәселелер тисе, ішіңізге осындай бір мәселелер жаңағы маған осы что-то осы бір пункт менің ішімде бар секілді дейтін болсаңыз, комментарийға міндетті түрде қалдырыңыз, комментарийға жазыңыз. Яғни мен сізге тегін онлайн разбор жасап берем, 30-40 минуттық. Осы парақшаға тіркел, лайк бас, сізге көптеген информациялар, ақпараттар айтуға тырысамын.